Мен Алматы облысы Көксу ауданы Жетіжал орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Серік қызы Күнай. Халқымыздың дара тұлғасы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойымен барша қазақ жұртын шын жүректен құттықтаймын. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас талаптығар, көңілінің көз ашық сергек үшін. Түзукел қисық қыңыр қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сырын көрмей, шу дегенде құлағың тосаң сүйді, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей, таң қаламын алдыңға айтқан дұқпай, жен айта бер, дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым, әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сарала қыз. Кәрілікті жаманда бөлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіре қызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терең сөз артық бір байқарсыз. Батырдан барым ташы туардан ғой, қызшылда қызықшылда әуре жан ғой. Арсыз малсыз ақылсыз шаруасыз, елір мелі маскүнем байқалған ғой. 5-6 мыйсыз бәңгі күлсемәз боп, қинамай қызыл тілді кел, тілдал қой. Өлеңі бар өнерлінім сізге, жалынамын мұндай сөз айтпа бізге. Өзге түгіл өзіңе пайдасы жоқ, есіл өнер қор болып кетер түзге. Сән қой, дан қой, ойнашы керім кербес, қанша қызық болады өзіңізге. Назарларыңызға рахмет.